Қазір әлемдік пандемия уақытында көптеген қоғамдық жерлерде арнайы шектеулер қойылған. Сол себепті тұрғындар қазір көкке шығып, таза ауада серуендеп қыдырғанды жақсы көреді. Бүгін біз ботаникалық саябаққа келдік. Бұл жерде көптеген адамдар таза ауада отырып демалғанды жөн көреді. Қазір біз адамдардың экологиялық мәдениетпен таныс па, жоқ па, одан кейін артық қалдықтар тастай ма, жоқ па, соны білетін боламыз. Адам негізі өзінен бастау керек деп ойлаймын. Өзінен бастаса, табиғатты да солай алып ұстаған жөн деп ойлаймын. Әрине, адамдар да өздері де соны біліп, мысалы, балаларына да үйретіп деген сияқты өздері де қадағалау керек деп ойлаймын ол жағдай. Сұлтан қаласының тұрғындарының экологиялық деңгейі төмен деп айта алмаймын. Жоғары деңгейге жетеді деп ойлаймын. Жеткізуге болады. Енді өзімізбен артық мусор тастамауға тырысамыз. Өзімізбен пакетке болсын салып, көшеге лақтырмауға тырысамыз. Әр адам өзі табиғатты қорғап, өзінің денсаулығы үшін өздеріне жауап беру керек қой. Әр адам өзінен бастау керек. Тазалықты сақтаса, еліміз таза болса, табиғатымыз таза болса, ұрпағымыз аман болады. Біз отырғаннан кейін, тамақтанғаннан кейін міндетті түрде қалдықтарын, ас қалдықтарын, қоқыстардың барлығын жинап кетеміз. Менің ойымша экологиялық сауаттылық кішкене жетіспейді бізге. Өйткені оның қаншалықты тастаған және қоқыстың қаншалықты біздің организмімізге зиян екенін көп адам біле бермейді. Сондықтан немқұрайлы қарап тастай салады деп ойлаймын. Қазір табиғатымызды қорғамасақ, ол дегеніміз бүлініп кете береді. Ол барлығы бітпейтін нәрсе деп ойлайды, адамдар. Суды да, жаңағы ағаштарымыз бәрі сол қалып тұра беретін сияқты. Егер біз оны қорғамасақ, ол міндетті түрде азаяды, біте бастайды. Сондықтан ол, яғни жасыл желек, табиғатымыз құртылса, ол біздің организмімізге өте зиян. Табиғатқа шыққан кезде міндетті түрде өздерінің болғаннан кейін міндетті түрде жинап жүрсе, осындай саябақтарға келген кезде қоқыс жәшіктеріне ғана тастаса, және де оны өздерінің балаларына үйретсе деп ойлаймын. Өйткені оның экологиялық тәрбие кішкентай балабақшаға баратын балалардан басталады ғой. Сол кезден бастап үйретсе деп ойлаймын.